Жүктіліктің 6-шы аптасы. Жүктіліктің 6-шы аптасы қалай өтеді жалпы? Жүктіліктің 6-шы аптасында УЗИ көрсетуі мүмкін. Жүктіліктің 6-шы аптасында, бала анардың дәнегіндей ғана болады. Балада жүрек соғысы пайда болады. Сол себепті де енді ғана бала жетіліп бастайды. Сол себепті де УЗИ көрсетуі мүмкін. Болмаса алдындағы жүктіліктің 5-ші аптасындағы видеода айтқандай ХГЧ тапсыруыңызға болады. Бұл кезде әйел жүкті екенін сезіне бастайды. Себебі менструация тоқтаған, жүктіліктің белгілері бар. Көбісінде осы кезде токсикоз болады, қатты токсикоз болуы мүмкін кейбір әйелдерде. Енді әркімде жүктілік әртүрлі өтеді. Кейбір әйелдерде өте қатты токсикоз болады, орнынан тұра алмай қалады. Болмаса қайта құса береді, жеген тіпті естідім, су іше алмайтын әйелдерде болады екен. Мұндай жағдайда міндетті түрде гинекологқа барып жолыққан дұрыс болады. Дәрігермен сөйлесіп, дәрігердің бақылауында болған дұрыс болады бұндай уақытта. Егер токсикоз қатты болып жатса, арнайы жүкті әйелдер жататын аурухана болады. Мүмкін сол жерге алып кетер дегендей. Сол себепті де, егер қатты токсикоз болып жатса, қатты жаңағы құсып жатсаңыз, тоқтамай осындай, болмаса жаңағы қызғылтым қан келсе, ол қызғылтым қан деген баланы түсіп қалу қаупі бар деген сөз. Сол себепті де осындай бір нәрселер болып жатса, күдіктенетін жайттарыңыз болса, онда міндетті түрде врачқа қаралған, яғни гинекологқа қаралған дұрыс болады. Жалпы бұл жүктіліктің 6-шы аптасында әйел толыққанды сезінеді. Бұл кезде тест сатып алып көрсеңіздер де болады. Бұл кезде көрсету керек тест. Кішкене қып-қызыл, екі полоска қып-қызыл болмаса да кішкене қызғылтым болып тұрады. Ол қызғылтым деген сөз, бұл екі қабаттық деген белгіні береді. Сол себепті де емханаға барып тіркеуге тұрған дұрыс болады. Өз емханаңызға барып тіркеуге тұрып, УЗИ көрсетсе, УЗИге түсіп келген қағазыңызды беріп тіркеуге тұрған дұрыс болады. Себебі тіркеуге осы 6 мен 8 апта аралығында тіркеуге тұрып жатады көбіне көп әйелдер. Бұл кезде әйел айтады, екі қабат кезде көп жату керек, демалу керек деп. Бұл екі қабат екеніңізді білген екен жоқ, мен екі қабат, мен ештеңе істемеуім керек, мен үйде құр жатуым керек, мен көп демалуым керек деп ондай установка басқа қажеті жоқ. Себебі егер сіз жүктілік бойы шапшаң болсаңыз, шапшаң болғанда енді қатты бір жүгіріп, қатты нагрузка түсірмейсіз, тек қана бір күнделікті істеп жүрген іс-әрекетіңізді істейсіз, бір қатты ауыр көтеріп, бір қатты бір физический нагрузка жасамасаңыз, кәдімгідей күнделікті жүріп тұра бересіз. Жұмысыңыз болса, жұмысыңызға бара бересіз. Жай ғана қатты бір нагрузкадан аулақ болу керек, ауыр көтеріп қою деген секілді, мысалы жүгіру деген сияқты, қатты бір стресске түсу деген секілді. Осындай бір дүниелерден аулақ болу керек. Бірақ күнделікті жаңағы жүріп тұруыңыз бар, отырып тұруыңыз бар, күнделікті үйдің тіршілігі бар, оның бәрін жасай беру керек. Себебі әйел жүкті кезінде көп қимылдаған сайын, неғұрлым көп қимылдаса, соғұрлым оңай жақсы туады деген факт те бар. Себебі егер әйел адам көп қимылдамаса, азаннан кешке жата берсе, енді токсикоз кезінде амал жоқ жатады әйелдер. Қатты токсикоз болғанда, болмаса угроза кезінде, қайта угроза болып қалса, балада қайта жаңағы көбіне көп угроза осы 2 айдан, 3 айдан басталады. 2 айлық, 3 айлық бала ішіңізде бар кезде басталуы мүмкін. Яғни бұл кезде баланың түсіп қалу қаупі бар да, қан келіп кетуі. Бұл кезде енді күтінуге тура келеді. Бұл кезде шынымен де аяғыңызды аспанға көтеріп жатуға тура келеді. Арнайы
ауруханада болмаса үйде күтінуге тура келеді дегендей. Егер екіқабаттық жақсы өтсе, егер ондай токсикоз болып, қатты ештеңе қыспаса, онда кәдімгі тіршілікті жасай берген дұрыс болады. Сіз екіқабат екеніңізді енді білесіз. Я дұрыс, әртүрлі витаминдер ішу керек болады. Егер көңіліңіз қаласа ішесіз, мысалы мен қатты көңілім қалай бермейді витаминді ішуді, хотя фолиевая кислота деген витаминді ішу керек деп айтып жатады. Себебі бұл баланың дамуына қажет деп. Қажет деп тапсаңыздар, ішкендеріңіз бәлкім дұрыс болады. Қажет деп таппасаңыздар, тек сол кальций витаминімен, D3 витаминімен шектелген дұрыс болады. Әркімнің енді қалауына байланысты, кімнің организмі қалайды, кім нені қалайды, солай төселеді ғой негізі. Оны бірақ витаминдерге бай тағамдарды көп жеу керек болады. Көбіне көп жеміс жидектерді көп жеу керек болады. Витаминге бай, кальцийге бай тағамдарды көп жеу керек болады. Енді сіз білесіз екіқабат екеніңізді, сол себепті де жақсы тамақтанып жүру керек болады. Себебі жақсы тамақтанып жүрсеңіз, көңіл күйіңіз де жақсы болады, балаңызға да жақсы болады. Мысалы, екіқабат әйел көп ашығып қалып кетуге болмайды. Себебі балаға тамақ керек болады. Сіз 2 адам үшін ішесіз, 2 адам үшін өмір сүресіз. 2 адам, яғни өзіңіз ішіңіздегі сәбиге жауапты боласыз. Сол себепті де көбірек тамақ ішіп, көбірек күш-қуат жинап, энергия жинап тұрған дұрыс болады. Көбіне көп су ішу керек болады. Себебі неге су ішу керек дейміз? Көбісі жаңағы шаймен алмастырып сөйтеді, болмаса газировка, әртүрлі газды сусындар ішіп. Осы газды сусын дегеннен кішкене тыйылған дұрыс болады. Әртүрлі тәттіге, мысалы құмарлығыңыз болса, оны әртүрлі жаңағы сухофрукты дейміз ғой, сондаймен алмастыруға болады. Осындай қатты зиян келтіретін зиянды нәрселерден аулақ болған дұрыс болады, әсіресе екіқабаттық кезде. Себебі бала туылғаннан кейін диатез шығып кетуі мүмкін, оның жаңағы аллергический аурулары болып кетуі мүмкін да балада. Сол себепті де қатты бір осындай бір тәтті нәрселерден, газировкадан, онсыз да егер ешкім енді арақ ішіп шекпейтін шығар деп ойлаймын, енді екіқабат екенін білгеннен кейін. Сол себепті де қатты бір андай сухомятканы көп жеуден де сақтанған дұрыс болады. Кәдімгі жақсы үйдің тамағын жеп жүрген, болмаса өзіңіз тамақ істей алмай, жаңағы енді әртүрлі адамда әр әйелде әртүрлі сезім болады. Кейбір әйелдер өзінің істеген тамағын өзі жей алмай қалады. Мейлі сырттан ішіп келсеңіз де, бір өзіңізге бір ыстық тамақ ішіп жүруіңіз керек та, балаға да өзіңізге де бір қалаған ыстық тамағыңызды ішіп жүруіңіз керек. Витаминдерге бай тағамдар жеу керек. Осылай ғана біз балаға жақсы, баланың жақсы жетілуіне, дамуына жақсы септігін тигізе аламыз. Себебі осы 6-шы аптадан бастап балада жүрек соққысы пайда болады ғой. Балада ұрық жайлап жетіле бастайды 6-шы аптадан бастап. Бүткіл жаңағы жатыр, жалпы гормондарыңыз сіздің баланы сақтап қалуға іс-әрекет жасай бастайды бұл кезде. Себебі бала ішке бітті, бала жатырда жатыр, бала барынша ол да кішкене өміршең болып өмірге келгісі келеді. Сізде олдың баланың ғұмырын сақтап, баланың дұрыс жетілуіне жағдай жасауыңыз керек болады. Ол үшін таза ауада көп серуендеу керек. Жаңағы физикалық физикалық жұмыстарды, мысалы жеңіл-желпі физикалық күнделікті жұмыстарыңызды жасай беруіңіз керек. Балаға да жақсы ертең қимылдап, қимыл қозғалыста жүрсеңіз, балаңыз да бәрін ішінде сезіп жатады ғой. Сол себепті де жақсы ойларда болып, жақсы тамақтанып, баланың жақсы жетілуіне жағдай жасай білуіміз керек. Көп су ішіп, себебі көп су ішпесеңіз, көп таза су, кәдімгі қарапайым су ішуіміз керек. Көп таза су ішпесек, мысалы, анализдеріміз дұрыс шықпай қалады. Қан тапсырған кезде екіқабат әйелдер қайта-қайта қан тапсырады, мысалы. ВИЧ-ке тапсырады, жаңағы общий анализ крови деп айтамыз, жалпы қанын тексереді. Сол себепті де неге тапсырасыз, дәріге тапсырасыз. Сол кезде анализіңіз дұрыс шықпай қалмас үшін де көп су ішуіңіз керек. Оның үстіне жаңағы іштегі балаға да су керек болады. Сол себепті де таза суды көп ішсеңіз болады. Магазиннен сатып алып ішсеңіз болады. Үйдің суын іше алмасаңыз. Біреулер бар, краннан су іше алмайды, қайнаған су іше алмайды. Ол кезде жаңағы магазиннен су сатып алып ішкен дұрыс болады.
арнайы 5 литр суыңызды әкеп қойып, азанда түсте кешке күнделікті, мысалы 5 литр алсаңыз қаншақты өзіңізге жетеді? 2 күнге жетуі мүмкін, 3 күнге жетуі мүмкін, соны алып ішіп тұрсаңыз болады екен. Таза суды көбірек ішу керек. Таза суды көбірек ішсеңіз, балаңызға да жақсы, өзіңіздің организміңізге де жақсы, әрі жаңағы анализдеріңіз де дұрыс шығады екен. Достар, менің айтқым келгені осы. Жүктіліктің 6-шы аптасы баланың ұрықтың енді дамып бастайтын уақыты. Ананың көңіл күйі, жалпы бүткіл екіқабаттық бойы қандай болатынын сіздерге айтып түсіндірдім. Әрине, сіз енді өзіңіз екіқабат болғаннан кейін, балаға жауапты болғаннан кейін, жалпы айтады ғой, енді екіқабат әйел адам өз-өзін ұстай алмай қалуы мүмкін, жаңағы біреуге айғайлап жүруі мүмкін, біреу жаңағы резко көңіл күйі өзгеріп кетуі мүмкін. Оның бәрі бар. Бірақ дегенмен де саналы түрде біз ана болатынымызды білуіміз керек, ана болатынымызды түсінуіміз керек. Сол себепті де барынша күтініп, барынша эмоционалды көңіл күйімізді дұрыс ұстап, өзімізді сәл де болсын дұрыс бағытқа бағыттай білгеніміз дұрыс болады. Достар, көргендеріңізге рахмет. Сіздерге айтатын кеңесім осы. Жүктіліктің 6-шы аптасы жөнінде, ұрықтың енді дами бастаған кезі, оның ары қарай дені сау болып даму үшін анасы да барынша үлес қоса білуі керек. Достар, егер пайдалы ақпарат берсем, ақпаратын пайдалы деп жатсаңыздар, онда арнама жазылыңыздар. Себебі бала дамуына байланысты да, осы әйел адамға байланысты өте көп информация бар арнамда. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мен міндетті түрде барлығыңызға жауап беремін. Көргендеріңізге рахмет.